Ассалаумағалейкум. Мынаны тыңдаңызшы. Сүлеймен пайғамбар болған ғой, жындар мен адамдардың пайғамбары. Сол Сүлеймен пайғамбар бір күні Алла тағалаға барып айтыпты: "Ей Алла, мен сенің жаратқандарыңның бір күнгі ырзығы менен болсын, сол маған рұқсат бер" дейді. "Бір күн мен тамақтандырайын" деп. "Рұқсат берсең мен дайындаламын" дейді. "Мақұл" дейді Алла тағала. "Дайындал" дейді. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар бір ай дайындалған екен дейді. Жаңағы жындары бар, адамдары бар. Мұхиттың жағасына дастархан жайған ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Таудай қылып жайған ғой, таудай қылып. Сөйтіп Алла тағалаға мен дайынмын деген. Сосын Алла тағала жаратқан мақұлықтарының барлығына бұйрық береді. "Бүгінгі түскі асыңды Сүлеймен береді" дейді да. Мен дайынмын деген кезде мұхиттан бір балықшы алуға кит шығады да бір ай дайындаған тамағын бір-ақ жұта салған ғой. Сөйтіп күндегідей болмады, бір ұртым да болмады деп кеткен екен әлгі кит. Енді ойлана беріңіз. Қанша кит бар, одан бөлек қанша жаратылған мақұлық бар Алла тағаланың. Оның барлығын бір ай дайындаған тамағы біреуіне ақ кетіп қалған ғой. Алла тағала сол қанша миллиондаған жаратқан шыбын шіркейге дейін ырзығын беріп қойып отырған жоқ па? Демек, Алланың ырзығында шек жоқ. Алла шексіз құдіретті, шексіз байлық иесі. Осыған күмән келтірмеу керек екен. Күмән келтіргендердің дейді, күмән келтіргендердің Алла тағала жүзін құбыладан бұрып қояды, теріс қаратып. Не үшін жүзіңізді құбыладан бұрып қоятынын келесі бейнетаспамда айтатын боламын. Оған керемет атақты оқиға бар, мысал ретінде. Сол оқиғаны келесі бейнетаспамда айтамын. Мен жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Ал енді қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыратын болсаңыз, нұр үстіне нұр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман болыңыздар.